Заттарды бір-бірінен қалай ажыратуға болады? Түсімен бе, әлде иісімен бе? Заттарды бір-бірінен ажырату үшін химияда 10 түрлі қасиетті қолданады. Түсі мен иісі осы 10 қасиеттің алғашқы екеуі. Одан бөлек өзіңізге таныс дәм бар, және одан кейінгі қасиеттер қаттылық. Қаттылық енді өзіңізге түсінікті. Бір заттар жұмсақ, бір басқалар қатты болады. Тығыздық бар. Бұл заттың қаншалықты ауыр екенін көрсетеді. Мысалы, кейбір заттар батады суға, кейбірлер жүзіп жүреді. Соған байланысты. Одан кейін агрегаттық күйлер бар. Бұлар туралы кейінірек бөлек айтып беремін. Қайнау және балқу температуралар бар. Бұл осы агрегаттық күйлердің өзгеру температуралары. Қай температурада осы күйлері ауысады. Ерігіштік бар. Демек, суда заттар қаншалықты жақсы еритіні. Жылу өткізгіштік. Жылу өткізгіштік деген ол затты бір шетінен қыздырып тұрған кезде қаншалықты жылдам заттың екінші шеті қызатыны. Және осыған ұқсас электр өткізгіштік. Бұл тура солай, бірақ электр тогымен. Әр заттың тек өзіне ғана тән қасиеттері болады. Демек, заттың қасиеттеріне қарап, ол қандай зат екенін білуге болады. Не үшін заттар кейде қатты, кейде сұйық, кейде газ түрінде болады? Бұл агрегаттық күйлеріне байланысты. Заттардың ең негізгі 3 агрегаттық күйлері бар. Олар заттың ішіндегі бөлшектерге байланысты. Қатты күйде бөлшектер өте тығыз, бір-біріне жақын жабысып орналасады. Сұйық күйде олар сәл алшақтау болады, бірақ әлі де бір-бірімен біраз байланысы болады. Газ күйінде әр бөлшек өз-өзімен жүреді. Және осы агрегаттық күйлердің әрқайсының өзінің қасиеттері болады. Қатты заттың пішіні өзгермейді. Мысалы, қатты затты біз бір құтыға салып қойсақ, ол пішінін өзгертпейді. Және көлемі де өзгермейді. Мысалы, оны біз сығып жібере алмаймыз. Сұйық зат пішіні өзгере алады. Мысалы, бір ыдысқа құйып қойсақ, ол тура сол ыдыстың пішінін қайталап орналасады. Ал көлемі өзгермейді. Қанша сықсақ та ол сығылмайды. Газдың көлемі де, пішіні де өзгере алады. Демек, ол кез келген ыдыстың пішінін де ала береді, және оны біз сығып немесе кеңейтіп ала аламыз. Бұл да олардың құрылысына байланысты. Қатты заттарда бәрі тығыз болған соң, ол мүлдем сығылмайды. Сұйық затта ол онша тығыз емес, сол үшін басқа пішін қабылдай алады. Бірақ әлі де бір-біріне жақын, сол үшін сығылмайды. Газ күйінде бәрі өз-өзімен жүреді, сол үшін оны былай да өзгерте берсек болады. Заттың агрегаттық күйлері өзгерсе де, олар әлі де сол қалпында, сол зат болып қала береді. Кез келген агрегаттық күйлер бір-біріне айнала алады. Қатты мен газ күйлерінің бір-біріне ауысуы да бар. Енді олардың қалай аталатынын көрейік. Қаттыдан сұйыққа айналуы балқу деп аталады. Керісінше сұйықтан қаттыға айналуы қату. Немесе бұны басқаша кристаллизация деп атауға да болады. Сұйықтан газға айналу ол қайнау. Ал керісінше газдан сұйыққа айналу конденсация. Ал енді қатты мен газ арасындағы ауысу. Қаттыдан газға айналуы сублимация деп аталады. Ал керісінше газдан қаттыға айналуы десублимация. Айтпақшы, десублимацияны сіз қатты аяз кезінде көре аласыз. Ол кезде ауадан ылғал бірден қатты күйге өтіп кетеді де, терезе бетінде мұз пайда болады. Ол кезде бірден газдан қаттыға айналып жатқан су десек болады. Суды бұға айналдыру үшін біз оны қыздырсақ болады, немесе жай ғана күн астында қалдырып қойсақ болады. Бұл бізде екі түрлі процесс. Демек, екі жағдайда да сұйықтан бу алынатын болса да, екеуі екі түрлі жүреді. Біріншісін біз булану деп атаймыз. Су булану үшін оны жай ғана күн астында, немесе күн астында болмаса да жай ғана қалдырып қойсақ та жеткілікті. Күн астында ол жай тезірек жүреді. Ал су қайнау үшін оны қыздыру керек. Ең бірінші айырмашылығы осында. Екінші айырмашылығы, булану өте жай жүреді. Мына жақта мысалы
жарты сағатта аз ғана су буланып кетеді. Ал қайнау өте жылдам, 5 минуттың өзінде өте көп су қайнап кете алады. Үшінші айырмашылығы, булану тек қана судың бетінен ғана жүреді. Ал қайнау судың барлық көлемінде өтеді. Түбінен бастап қайнай береді су. Егер кітапқа қызыққан болсаңыз, бекітілген комментарийде сілтемелердің барлығы тұр, солар арқылы өтіп, проект туралы көбірек біле аласыз.